Бүгін 23 маусымда Чимкент қаласындағы Динамо стадионында Оңтүстік Қазақстан облысы әкімі жергілікті полицейлерді кәсіби мерекесімен құттықтап, еңбектеріне табыс тіледі. Одан кейін сөз алған Оңтүстік Қазақстан облысы Ішкі істер департаментінің бастығы полиция генерал-майоры Асқар Шуашұлы Оспанов Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің 14 маусымдағы номері 147 бұйрығынан үзінді келтіріп, облыс әкімі Бейбіт Бәкірұлы екеуі бір қатар полицейлерге кезекті офицерлік шендерін тапсырып, енді бір қатарын медалдармен, құрмет грамоталарымен, алғыс хаттармен марапаттады. Марапаттау шарасынан соң Асқар Шуашұлы Оңтүстік Қазақстан облысының Ішкі істер департаментінің соңғы 5 айда атқарған жұмыстары бойынша есеп берді. Құрметті Бейбіт Бәкірович, құрметті генералдар, құрметті ардагерлер, құрметті әріптестер. 5 айлық қорытындысы бойынша департамент қызметкерлері, жергілікті полиция қызметкерлері, басқа құқық органдары мен жергілікті атқару органдарымен біраз қызмет атқарды. 5 айдың қорытындысы бойынша 17.191 қылмыс тіркеліп отыр. Былтыр жылға салыстырған кезде 11%-ға жоғары. Аса ауыр қылмыстардың саны 32-де 6%-ға төмендеген, ауыр қылмыстардың саны 1-де 1%-ға төмендеген. Жалпы біріккен жұмыстың арқасында, құрылған шұғыл тергеу топтың арқасында, қылмыстарды іздеу құрылған шұғыл тергеу топтың арқасында, жергілікті полиция жеке құрым тергеу топтарының қорытындысымен қазір таңда 5719 қылмыс ашылып, айып тағылып сотқа жолданып отыр. Әр тергеуші 12,5 қылмыс сотқа жолданып отыр, әр анықтаушы 23 қылмыс сотқа жолданып отыр. Бұл қазір көрсеткіш республика көлемінде ең бірінші орын. Соның қатарында аса ауыр қылмыстың ашылып, айып тағылып сотқа жолданған саны 940 болып отыр. 45-те 5% былтыр жылғы көрсеткішке қарағанда жоғары. Бұрынғы жылдар ашылған қылмыстардың саны 579, былтыр жылмен салыстырғанда 27-те 8% жоғары болып отыр. Аса ауыр қылмыстардың ашылу пайызы 69-де 5, былтыр жыл көрсеткішке қарағанда 6-да 1% жоғары, республика көрсеткішке қарағанда 7,5%-ға жоғары болып отыр. Ұйымдасқан топтың қылмыстардың құрықталып отырған қылмыстың тобы 6-ау, 11 қылмыстық іс қозғалып отыр. Жалпы әкімшілік хаттама толтырған жергілікті полиция қызметкерлерінің саны 105 мыңнан асып отыр. Былтыр жылға қарағанда 6-да 1%-ға, нөлдік төзімділік бойынша толтырған хаттаманың саны 19-да 2%-ға, 5 айдың ішінде айыппұл өндіру мәселе бойынша 15-те 2%-ға былтыр жылға көрсеткіш жоғары, 1 миллиард 32 миллион бюджетке қазір құйылды. Жалпы бұл күні сала үздігі деп табылған 35 ішкі істер органдарының қызметкерлері марапатталып құрметтелінді. Шара барысында спорттық ойындармен жалғасын тапты. Кешегі күннен басталған спартакиада ішкі істер органдарының құрылымынан 22 команда, яғни 700-ге жуық қызметкер қатысты. Жиын соңы мерекелік концертке ұласты. Сіздермен болған Ағлен Мақұлбекқызы, Виталий Слета, бизнес және саясат.